Ендеше ойынымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бір ерекше болады деген ойдамыз. Өйткені қазір бұлардың жетекшілері жалпы Темір ауданындағы емес, жалпы Қазақстандағы номері 2-ші әзіл патшасы ойнайды. Сондықтан да ерекше болады деген ойдамыз. Сіздердің алдарыңызда номері 4-ші жалпы орта білім беретін мектебінің командасы ВИП құрамасы. Үй тапсырмасының бір шарты өз жетекшілермен ойнаңдар деген болатын. Ал біз бұл сәтті асыға күттік. Сонымен көреміз мектепте. Не істеп тұр мынау? Отыр Нұржігіт. Жынды ма Нұржігіт нес? Бүгін мен ағай болам, көрініс. Отыр деймін. Оқушы болайын тұрмайын. Болмайын ма оқушы? Аққұрдас қалайсың? Кеттей бар. Аққұрдас дегеніз? Класстас. Отшиш Нұржігіт. Отырмай, отырады. Қайшыға отырам ал? Менің қасыма. Давай. Так енді, балалар, кітап дәптерлеріміз шығарамыз. Нұржігіт, қайда сен кітап дәптерің? Ұмытып кеттім. Басыңды ұмытпайсың ба одан да? Басымды ұмытып кеттім. Қашаманға жүресің? Ұмытып кеттім. Өздерді сөйтіп айтасыңдар ғой. Саламатсыз. Сен қайда жүресің? Рахмет. Тычкамда дұрыс айта алмайды екен. Жазып бер. Так, балалар. Кім сабақ айтады? Нұржігіт, тұршы сен, көрейік, сен сабақ айтқаныңды көрейік. Отыршы, екі, мына бірдеңе айтайын деп отыр ғой. Айтам ғой, мен оқып келдім ғой әңгіреді. Айтасың ба? Айтамын. Айт, шықшы. Француз, менші ғемнің, мен сені сүйем деген өлеңін айт. Онда өлең білмеймін ғой мен. Білмейсің, отыр екі. Жаймай ералы? Екіншісі қайда? Қайдағы екіншісі сендер ұрандап кетті көрініс деп. Ағай, көрініс қой енді. Мен несінен шештім? Бір көрініске жазап кетші. 11 өтірсің, экзамен бар ғой алдағы? Мен осы класста атамамын. Қайда екіншісі? Мен саған кеше ақ білдедім ғой. Мә, құсын өлдің ғой. Өстейсің ба маған? Не алға? Нұржігіт, Wi-Fi қошы. Мынаудан Нұржігіт дейбейші. Wi-Fi қошы. Wi-Fi жоқ менде. Даптардай мұғалімсің, Wi-Fi жоқ, бишара. Нұржігіт, шық тақтаға. Көрейік сенің біліміңді. Жазшы. 1686 көбейтілген 178 шығар. Әдебиет емес пе? Маған бәрібір шығар. Мен шығара алмаймын, есеп шығара. Ой, отыр екі. Бір сабақта уже екі рет екі алдын ау. Тұрғыз қойым Тимур ұқсап. Нұрай, сен өткенде маған балашып беріп едің ғой, сен балаң болады деп. Мына Нұржігітке де көршеші сен. Жігіт, әкелші, балашып берейін. Мәміз. Мә, 28 жасқа дейін балам болмайды екен ғой. Әкелші басында. Басында үш өрек, үш қатын алады бұдан. Нұржігіт, саусағыңды ақ келші. Неге? Не мынау? Жағаң болса кір-кір, шашың болса май-май. Алмайсың ба қатындардың шашы ұқсатпай? Болды айдана құсыз. Енді балалар, бүгін шығарма жазайық тақырып менің арманым. Ал Нұржігіт бастап айта арманыңды. Біз бала кезде көп армандадық қа. Ол кезде мен енді режиссер, актер болмай. Ой, отыршы, әрі кетсе мұғалім боласың ғой, сен қайда барасың басқа? Ералы, тұр арманыңды айт. Енді ағай, мен өзім көшем баласын білесіз ғой. Көшеде жүрем, көшені қарайым. Бірақ мен арманым мен өзімізде қал, арамызда қалсын. Айданадан күйеу болып. Ой, одан. Ерасыл, арманды айта қойшы сен де. Арман дей ма? Арман қайдасың? Арман қайдасың?
Не болды? Сош, саған не жоқ? Ағайды сонша жігіт деп түсіріп. Ерал, саған не жоқ? Ағайды сонша ұрып. Ералы, ау сабын нұрай дейтін осы ма? осы ғой осы Қолдар тайып кете береді, тайып берсе. Жігіттер, қыздар, былай ғой, отыршы жібір. отырайын ба не? Көрінісімен отыршы. Мына болмайды ма? Халықтың алдына, жұрттың алдына шығардыңдар, жақсы ойнадыңдар, КВН дедіңдер. Бүйтіп түсіргендерің болмады енді. Все-таки КВН дейсіңдер ғой, мысалы, ұттың делік, какой-то бір кубок қой өзімде сатып алып барам. Не үшін керек ал, чемпион болу, не үшін керек сендерге? Енді ағай құштың. Жайдарманда мектебімізге ең алғашқылар болып, сол кубокты апарып қойғымыз келеді. Жақсы, бұл да жақсы ғой бірақ. Мына Ералы. енді ағай кешіріңізші бізді де түсініңіз. Мен осы 11 жыл ішінде ешқандай жетістігім жоқ екен. Ертең соңғы қоңырауда мені жай Ералы деп емес, Темір ауданының Жайдарманнан чемпионы деп шақырған өзім қалаған соң осылай болды. Ерасыл, сен не үшін чемпион болдың деді? Ой, маған бәрібір. Сөз соңында Жайдарман біздің үлкен үйімізге айналды. Көшеде жүрген тентек баладан мәдениетті сөз сөйлей алатын балаға айналдырғаныңа рахмет Жайдарман. Және бізді осы жолға әкелген Нұржігіт ағай сізге рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен VIP құрамасы және әзіл патшасы. Рахмет Жайдарман. Менде шыңға шығатын жол